Hi everyone, welcome to my channel. This lesson is about the past continuous. In this lesson, I am going to show you how to form a past continuous and when to use a past continuous. Let's get started. Сәлем баршаңызға, бүгін біз сіздермен ағылшын тіліндегі past continuous, яғни созылыңқы өткен шақтармен танысамыз. Сабақты толық түсіну үшін видеоны соңына дейін қараңыздар. When to use a past continuous? We use the past continuous to say that someone was in the middle of doing something at a certain time. The action or situation had already started before this time, but hadn't finished. Past continuous шағын біз өткен шақта белгілі бір уақыт аралығында болып жатқан, созыла аяқталған іс-әрекетті айтқан кезде қолданамыз. Яғни оқиға сөйлеу алдынан бұрын басталған, сөйлеп тұрған кезде де әлі аяқталмаған іс-әрекетті білдіреді. Мысалы үшін, Yesterday, Tom and Mike played tennis. They began at 10 o'clock and finished at 11 o'clock. They were playing tennis at 10:30. Мысалы үшін, бізде мына жердегі сөйлем they were playing tennis, яғни осы сөйлем бізде past continuous шағымен жасалған. Кеше Том мен Майк теннис ойнады. Олар сағат 10-да теннис ойнап бастады, және де сағат 11-де теннис ойнап бітті. Ал енді олар сағат 10:30-да не істеп жатқан еді? Том мен Майк сағат 10:30-да теннис ойнап жатқан еді. Яғни басталып тұр, олар 10-да басталды теннис ойнап, 11-де бітті. Ал біз олардың ойнап жатқан кезін айтып тұрмыз, яғни 10:30-да олар не істеп жатқан еді деп тұрмыз. Осы кезде біз past continuous шағын қолданамыз. Мысалы үшін, This time yesterday I was watching TV. Мен кеше дәл осы уақытта теледидар көріп жатқан едім. Яғни өткен шақта белгілі бір уақытта не істеп жатқанын айтқан кезде осы past continuous шағының формасына саламыз. Тағы да мысал келтіретін болсақ, She was cooking the dinner at 5 o'clock yesterday. Ол кеше сағат 5-те кешкі ас пісіріп жатқан еді. Яғни достар, белгілі бір уақытта не істеп жатқан едіңіздер, соны айтатын кезде біз осы past continuous шағының формасына саламыз. Яғни істеп жатқан едім, ұйықтап жатқан едім, созыла аяқталған іс-әрекетті айтатын кезде біз осы формаға саламыз. How to form a past continuous? Subject plus to be in past plus verb plus ing. Енді past continuous шағының жасалу формасына тоқталатын болсақ, бұл жерде subject бізде бастауыш, to be past continuousке қоямыз to be-ді, яғни was, were. Одан кейін етістікке ing жалғау арқылы жасаймыз. Ал енді to be in the past-та бізде was, were. Яғни біз was-ды жекеше түрдегі зат есімдердің алдына қолданамыз, ал were бізде көпше түрдегі зат есімдердің алдына қолданамыз. Сондай-ақ I, he, she, it бірінші және екінші жақ зат есімдерінен кейін біз was-ды қоямыз. Ал you, we, they екінші жақ, яғни көпше түрдегі зат есімдердің алдынан кейін біз when қоямыз. Мысалы үшін, I was working at 9 o'clock yesterday. Бұл жердегі I, мен, яғни subject, was, to be in the past, to be the past формасына қойып тұрмыз, өткен шақ формасына. Working дегендегі work негізгі етістік, оған ing жалғауын жалғап біз past continuous шағына қойып тұрмыз. Мен кеше сағат 9-да жұмыс жасап жатқан едім. You were cleaning your flat at 5 o'clock yesterday. Сен кеше сағат 5-те пәтеріңді жинап жатқан едің. Түсінікті ғой. Ал енді болымсыз сөйлемді жасауымыз үшін біз to be көмекші етістігінен соң жай ғана not сөзін қоя саламыз. Мысал үшін, It was not raining this time yesterday. Кеше осы уақытта жаңбыр жауып жатқан жоқ еді. She was not sleeping at 3 a.m.
Ол түнгі сағат 3-те ұйықтап жатқан жоқ еді. Ал енді сұраулы сөйлем. Сұраулы сөйлем жасаған кезде біз to be көмекші етістігін subject'тің, яғни бастауыштың алдына шығарамыз. Яғни to be in the past plus subject plus verb plus ing. Мысал үшін, were you cooking at 8 o'clock? Сен кеше сағат 8-де тамақ пісіріп жатқан бедің. Were бізде to be көмекші етістігі, яғни өткен шақтағы түрі you subject, cooking дегендегі cook бізде негізгі етістік, оған ing жалғауын жалғап, біз past continuous жағының формасына салып тұрмыз. Тағы да бір мысал, were they watching match at 10 o'clock? Олар кеше сағат 10-да матч көріп жатқан беді. Was she going to school at 8 o'clock yesterday? Ол кеше сағат 8-де мектепке бара жатқан беді. Яғни, істеп жатқан едім, едім деген сөз айтатын кезде біз осы past continuous жағына қоямыз. Ал енді сөйлемде қолданылатын кездеріне тоқталатын болсақ, бірінші жағдайда жаңағы айтып кеткеніміздей белгілі бір уақыт аралығында болған, созыла аяқталған, әлі бітпеген іс-әрекетті айтқан кезде қолданамыз, иә? Яғни I was sleeping at 5 a.m. Мен таңғы сағат 5-те ұйықтап жатқан едім. We were reading a book this time yesterday. Біз кеше дәл осы уақытта кітап оқып отырған едік. Түсінікті ғой. Ал екінші жағдайда өткен шақта іс-әрекет жүріп жатқан кезде екінші бір іс-қимылдың болғанын көрсеткен кезде біз осы past continuous жағымен қолданамыз. Мысал үшін, it was raining when I got up. Достар, қараңыздар, біз бұл жерде екі шаққа қойып тұрмыз. It was raining-ді біз past continuous-те айтып тұрсақ, I got up-ты біз past simple-ды айтып тұрмыз. Неге? Өйткені it was raining when I got up. Мен оянған кезде жаңбыр жауып тұрды. Яғни it was raining. Мен ұйықтап жатқанда да жаңбыр жауды, мен оянып болғаннан кейін да жаңбыр жауды, иә? Әлі біткен жоқ. Ал I got up уже бітіп қойды. Мен тұрып қойдым уже. Ал екінші, she was cooking when her mother came. Ол анасы келген кезде тамақ пісіріп жатқан еді. Яғни she was cooking-ді біз past continuous жағына қолданып тұрмыз. Ол әлі бітпеген іс-әрекет. Яғни оның анасы келмей жатып та ол тамақ істеп жатты, анасы келгеннен кейін де тамақ істеп жатты. When her mother came. Оның анасы келген кезде, яғни бұл іс-әрекет past simple-да қолданып тұр. Неге? Өйткені оның анасы келіп қойды, яғни іс-әрекет бітіп қойды. Тағы да бір мысал, when Tom arrived, we were having dinner. Том келген кезде біз тамақтанып жатқан едік. Бұл жерде де дәл сондай. Том келіп қойды, яғни past simple-да бітіп қойды ол іс-әрекет. We were having dinner, біз past continuous-те қолданып тұрмыз. Неге? Біз әлі тамақтанып жатырмыз. Том келмей жетіп та тамақтандық, Том келгеннен кейін де тамақтанып жатырмыз деген сөйлемді айтып тұрмыз, иә? Ал енді үшінші жағдайда біз қатар болып кеткен іс-әрекетте айтқан кезде қолданамыз. Мысал үшін, I was writing a letter while she was cleaning flat. Бұл жердегі while сөзі екі сөйлемді бір-бірімен жалғап тұр, яғни істеп жатқан кезде деген мағынада қолдансақ болады. Мысал үшін, мен хат жазып жатқан кезімде ол пәтерді тазалап жатқан еді. Яғни екі іс-әрекетте бір уақытта болып өткен. Мысал үшін, they were playing tennis while we were watching football. Яғни олар теннис ойнап жатқан кезде біз футбол көріп отырған едік. Яғни олар ана жақта футбол ойнап, теннис ойнап жатыр, біз ана жақта футбол көріп жатырмыз. Яғни екеуі де бір уақытта болып өткен іс-әрекетті білдіреді. Ал енді достар, бүгінгі осымен біздің past continuous жағындағы сабағымыз аяқталды. Сіздерге сабақ түсінікті болды деп ойлаймын. Видеоны соңына дейін қарағандарыңыз үшін рахмет. Түсінгендеріңіз туралы комментарийға жаза кетсеңіздер, каналымызға жазылуды ұмытпаңыздар. Бізбен бірге өз ағылшын деңгейіңізді әрмен қарай дамытыңыздар. Хош, сау болыңыздар.